Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Алдағы жекпе-жекке жаттығуымызды бастап кеттік. Алда үлкен жоспар бар. Тарих жасаудағы жорығымызды жалғастырамыз. Бір нәрсе айтқым келеді. Бүгінде елімізде спортқа, бұқаралық спортты дамытуға және салауатты ұлт қалыптастыруға ерекше мән беріліп келеді. Өйткені қуатты мемлекет дені сау, рухы берік ұлттан басталады. Миллиондаған жастар спортқа бет бұрып, біз сияқты арманын ақиқатқа айналдыруға мүмкіндік алып жатыр. Осы ретте қазақ спортына, ел намысын әлемдік аренада қорғап жүрген спортшыларға әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқан Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына шынайы алғысымды білдіремін. Әрбір маңызды жекпе-жек алдында мемлекет басшысы сәттілік тілеп, жеңістерімізге қуанып, қолдау көрсетіп жатыр. Мұндай сенім мен ықылас біз үшін зор мәртебе ғана емес, ел алдындағы жауапкершілікті одан сайын арттыра түседі. Біз тек өзіміз үшін емес, көк туымыз үшін, әнұранымыз үшін, миллиондаған қазақ жанкүйері үшін шаршалаңға шығамыз. Қазақ елінің абыройын асқақтатып, көк байрағымызды әлем төрінде тағы желбірету үшін бар күшімізді саламыз. Бұйыртса, сенімді ақтап, тарих жолындағы жорығымызды жеңіспен жалғастырамыз. Чемпион болыңдар. Hadi, ағадан айтыр. Осындай сіздер сияқты жастар болашақта елімізді қорғайтын азаматтар болады. Сондықтан да үлгілі, тәрбиелі, тәртіпті жігіттер болыңдар, бұзық болмаңдар. Кеттің, ұрдың, бақа ойды қосасың. Кеттің, ұрдың, бақа ойды. Бокста алдың қол. Ең бастысы, ең маңыздысы мына алдың қол. Алдың қол жұмыс, ішке, басқа, ішке, басқа саған келеді, кетесің, ал тығып аласың қатыға. Міне екеу. Вот, екеу. Сен қатты тұрасың ғой сен, кетсен қатты тұрасың. Қане тағы да. Чемпион болды. Папа ұрдым, мені бағалады. Алдағы уақытта чемпионатты жеңемін деп үміттенемін. Менің елім Қазақстан. Бұл жерге жететін жер жоқ. Ағайындар, мына жерге әр қазақ келу керек деп ойлаймын. Әр қазақ мынаны көру керек. Мұзтауды қараңыздаршы. Әдемі ғой, Мұзтаудамыз. Әдем, керемет жерлер ол. Керемет жерлер. Келу керек. Әр қазақ келу керек мына жерге. Әр қазақ тамаша жер міне. Себебі Қазақстанның жері осындай. Керемет. Көруге тұрарлық, көруге лайықты. Табиғат қалай, Сұлтан? Өте керемет. Сізбен жүрген вообще керемет. Әне, Шөптер танысып, гүлдермен танысып отыр. бірақ екеуміз кикот таппадық әлі. Шымкентте бар еді, оңтүстікте, бұяқта кикот өспейді екен.
ию керек деп. Әр өңірдің, Қазақстанның әр демалыс аймағында өзінің ерекшеліктері бар ғой. Қатонқарағайдағы ерекшеліктердің бірі осы марал шаруашылығы. Қараңыздаршы. Шығыс Қазақстанға сапар өте керемет жоғары деңгейде өтті. Бәрін ұйымдастырған Марат Избасин ағамызға ерекше алғыс айтқымыз келеді. Шетелге кетіп бара жатырсыңдар, рухтанып кетіңдер, елді көріп кетіңдер, жерді көріп кетіңдер деп осындай бір әдемі демалыс ұйымдастырды. Барлығы тамаша. Көп рахмет.